Сәлем достар, бүгінгі сұрақ. Менің ата-анам бай адамдар. Олар маған барлығын қамтамасыз етіп берді. Осының кесірінен менде мотивация 0. Мен не істерімді білмеймін. Өте жақсы сұрақ достар, өте жақсы сұрақ, өте керемет сұрақ. Ендеше бүгінгі видеода дәл осы сұраққа жауап беретін боламыз достар. Бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарийға дәл осы сұраққа жауап ретінде өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Бұл видеоны достарыңызға таратыңыздар, ендеше кеттік бастаймыз. Егер де біз барлық осы бір адамдарды алып қарастырсақ, легендалар дейміз ғой, біз мықты успешный адамдар, жетістікке жеткен адамдарды қарастырсақ, олардың барлығы бәрі бірде өмірінде ямаға қарай түскен. Сол ямаға түсудің сондай бір ең төменге қарай түскеннің арқасында олар жоғары қарай көтерілген. Стив Джобс, Илон Маск, тіпті сабақтарында оған сен ештеңеге жетпейсің сабағын екі оқыған. Криштиану Роналду, Лионель Месси, бүкілін алып қалса, олардың барлығы дәл осындай бір форматтағы адамдар. Кім еді? Конор Макгрегор. Оларды тағында адамдар саны шексіз, олардың барлығы төмен қарай түсіп, кейін барып жоғары қарай көтерілген. Егер де сенің өмірінде сен ойлап тұрсың, қазір комфортта өмір сүріп жатырмын десең, онда саған керегі дәл сол комфорт емес условияға бару, комфорт емес условияны, комфорт емес жағдайды өзің істеп табу, өзің істеп жасау. Өзіңнің қолынан комфорт емес ситуацияға сен өзіңді шығару керексің, дәл сондай жерге. Мысалға, саған мүмкін басқа бір шетелге кету керек шығар. Ата-анаңнан бөлек тұру керек шығар. Өзіңді жаңадан бір энергиямен сезіну үшін. Жаңадан, өйткені сен басқа жерге трансформация жасайтын кезде трансформациялардың барлығы дәл осындай былай трансформацияға сен келесің да бірден былай атылып кетпейді. Жоқ, трансформацияға шыққан кезде мына трансформациясын сен міндетті түрде төмен қарай барасың. Төменнен кейін ғана сен жоғары қарай кетесің. Бұл бір, яғни саған өзіңді басқа бір ситуацияда көруің керек. Екіншісі не болмаса, бұл енді сен жасың келмесе, немесе бұндай жағдай болу саған қиын болып тұрса, саған керегі өзіне жоғары ұлы мақсат қою. Ұлы мұрат, ұлы мақсат қою, биік мақсат қою. Яғни, білмеймін, миллионер болсаң, сен әке-шешең миллионер болса, олар 1 миллиард теңге зарабатывает деп, мен 3 миллиард зарабатывает деп, әке-шешенің көмегінсіз. Мен чемпион болам бір қандай да спортта, мен былай жасаймын. Яғни сен бір пикта тоқтап қалмау керексің, саған бір мақсатқа жеттің ба, келесі мақсат, одан да биік шын. Өйткені чемпиондар, чемпионский разум, олар біледі, олар бір жерде тоқтап қалмау керек. Одан да бір мықты жер бар, одан да бір жер, одан да мықты жеңістер бар, одан да мықты рекорд қоюға болады. Майкл Джордан, ол тренировка жасай бастады, ол. Одан кейін келеді оған басқа тура сол сияқты тренировка жасай бастады. Ол ең мықты болды, ол кәдімгідей баскетболда ең мықты болды, бірақ ол тоқтап қалмады. Ол арасында, баскетболдардың арасында ең мықты ойыншы болса да, ең мықты баскетболист болса да, ол тоқтап қалмады. Ол алады да, өзіне тренер табады да, арнайы ең бірінші железамен тренироваться еткен, тренировка жасаған баскетболист болды. Ода ситуация, ода барлығы комфорт болды, одан пик болмайды деп ойлады ғой, барлығы, бірақ ол өзіне одан да үлкен пикті тапты. Саған да дәл осындай пикті табу керек, саған да немесе басқа бір ситуацияда болу керек, төменге қарай құлау керек, саған төменге қарай құлайтындай жағдай жасау керек өз-өзіне, немесе не болмаса сондай жағдайды ойлап тауып, одан да үлкен мақсаттарға жетіп керек. Біздегі кеңес осы достар, ендеше міндетті түрде тоқтап қалмаңыздар, бір орында тоқтап қалмаңыздар. Және де тинейджер клубқа қосылыңыздар. Тинейджер клуб ол менің авторлық курсым. Бұл жерде 3 блоктен тұрады. 3 блоктың ішінде жасөспірімдердің өмірі толықтай өзгереді. Олар өмірін хаостан системаға айналдырады. Олар өзінің арман мақсатын табады, миссиясын табады. Мынандай бір жерде тоқтап қалмайды. Және де 3-ші блокта біз ақша табудың жолдарын үйренетін боламыз. Қаржылай сауатты болатынымыз, толық ақпарат описанияда, ссылкада арнайы кіріп көре аласыздар. Ендеше достар, келесі видеоларда кездескенше.